Номері 51-ші есеп. Бірінші берілгені f от x тек x квадрат минус 8x плюс 17. Және берілгені минус 1, 2. Бірінші функциямызда туындысты аламыз. X квадрат минус 8x плюс 17-дің туындысы. Тек болады 2x минус 8. 2x минус 8-ді теңестіреміз 0-ге. X тең болады 4-ке. f4 тең болады 4-дің квадраты минус 8 көбейтілген 4 плюс 17. 16 минус 32 плюс 17. Тең болады 1-ге. f минус 1-ді есептейміз. Минус 1-дің квадраты минус 8 көбейтілген минус 1 плюс 17. Тең болады 1 плюс 8 плюс 17. Тең болады 26-ға. f2-ді есептейміз. 2-дің квадраты минус 8 көбейтілген 2 плюс 17. Тең болады 4 минус 16 плюс 17. Тең болады 5-ке. Жауабы. Бізде ең кіші мәні 1-ге тең, ал ең үлкен мәні 26-ға тең. Келесі екіншісі f от x тек x квадрат минус 4x плюс 3. Берілгені 1 және де 2. f от x-дің туындысын табамыз. X квадрат минус 4x плюс 3. Туындысы 2x минус 4 болады. 2x минус 4 тең 0-ге. X тең болады 2-ге. f2 тең болады. 2-дің квадраты минус 4 көбейтілген 2 плюс 3. 4 минус 8 плюс 3 болады. Тең болады минус 1-ге. f1-ді есептейміз. 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 плюс 3. 1 минус 4 плюс 3. Тең болады 0-ге. Мұнда жауабы ең кіші мәні минус 1, ал ең үлкен мәні 0. Келесі 51-де 8-ші есеп. Бірінші берілгені f от x тек 2x квадрат минус 5x плюс 6 минус 2 және 4. Функцияның туындысы 2x-дің квадраты минус 5x плюс 6. 4x минус 5 болады. 4x минус 5 тең 0-ге. X тең болады 1,125-ге. Бірінші f 1,125-ді есептесек, 2 көбейтілген 1,125-дің квадраты минус 5 көбейтілген 1,125 плюс 6. 3,125 минус 6,125 плюс 6 болады. Ол тең болады 2,1875-ге. f минус 2-ді есептесек, 2 көбейтілген минус 2-дің квадраты минус 5 көбейтілген минус 2 плюс 6. 8 плюс 10 плюс 6 болады. Бұл тең болады 24-ге. Келесі f4. 2 көбейтілген 4-дің квадраты минус 5 көбейтілген 4 плюс 6. Тең болады 32 минус 20 плюс 6. Тең болады 18-ге. Мұнда жауабы ең кіші мәні 2,1875, ал ең үлкен мәні 24 болады.
Келесі екіншісі f от x тек минус 3x квадрат минус x плюс 5. 0 мен 3 аралығы. f от x'тің туындысы минус 3x квадрат минус x плюс 5 тең болады минус 6x минус 1. Минус 6x минус 1 тең 0-ге, x тең минус 6-дан 1. f минус 6-дан 1 тең болады минус 3 көбейтілген минус 6-дан 1-дің квадраты минус 6-дан 1 плюс 5. Минус 6-дан 1-дің квадраты 36-дан 1 болады. Минус 3 бөлінген 36 плюс 6-дан 1 плюс 5. Қысқарып жіберсек, 3-те қысқартамыз. Минус 1 бөлінген 12 плюс 6-дан 1 плюс 5. Ортақ бөлікке берсек, бұнда 1-ден, бұнда 2-ден, бұнда 12-ден болады. Минус 1 плюс 2 плюс 60 бөлікке 12. 61 бөлікке 12. 61-ді 12-ге бөлсек, бізде 5 бүтін 12-ден 1 болады. Келесі f 0-ді тапсақ, минус 3 көбейтілген 0-дің квадраты минус 0 плюс 5 тең болады 5-ке. f 3-ті табамыз. Минус 3 көбейтілген 3-дің квадраты минус 3 плюс 5. Минус 27 минус 3 плюс 5 тең болады минус 25-ке. Мұнда жауабы ең кішісі минус 25, ал ең үлкені 5 бүтін 12-ден 1 болады. Номері 51-де 9-ші есеп. Бірінші берілген f от x тең x куб плюс 8. Берілген минус 3 минус 1. f от x-тің туындысы тең x куб плюс 8 3x квадрат. 3x квадрат тең 0-ге, x тең 0-ге. f 0 тең болады 0-дің кубы плюс 8 тең 8-ге. f минус 3 минус 3-дің кубы плюс 8 тең болады минус 19-ға. f минус 1 минус 1-дің кубы плюс 8 тең болады 7-ге. Жауабы ең кіші 19, минус 19, ал ең үлкені 8 болады. Келесі екіншісі f от x тең минус x куб плюс 27. Туындысын табамыз. Минус 3x квадрат болады. Бізде берілгені минус 2 және де 2. Минус 3x квадрат тең 0-ге, x тең 0-ге. f 0 тең болады 0-дің кубы плюс 27 тең 27-ге. f минус 2 тең минус 2-дің кубы плюс 27. Ол тең болады 8 плюс 27 тең 35-ке. f 2 2-дің кубы плюс 27. Минус 8 плюс 27 тең болады 19-ға. Жауабы ең азы 19, ал ең көбі 35.